құрылтайдың 5-ші отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Шымкентте кісі қолынан көз жұмған 21 жастағы Нұрай Серікбайдың қазасына қатысты пікір білдірді. Өз сөзінде ол дәстүрлі құндылықтарды қорғау және азаматтардың құқықтарын сақтау мәселесіне тоқталды. Қоғам санасында дәстүр деген ұғым кейде заңнан да, адам тағдырынан да биік қойылып жатады. Алайда құрылтай мінберінде айтылған сөз бұл түсінікке нақты шекарасызды. Мемлекет басшысы ашық айтты: қыз алып қашу салт емес, қылмыс. Бұл ұлттық құндылықты емес, ұлттық беделді түсіретін әрекет. Ал қоғамның бұған көзқарасы әрқилы болғанмен заңның талабы біреу ғана. Енді бұл мәселеге бейжай қарау емес, жауапкершілікпен қарау уақыт талабы. Сыр өңірінде өткен ұлттық құрылтайда мемлекет басшысы өзекті деген біраз тақырыпты тарқатты. Жаңа парламенттік құрылтай деп атаудан бастап, депутаттар санын көбейту керек деген пікірге дейінгі біршама мәселе қаралды. Біз Абайдың қара сөздерін ЮНЕСКО-ның әлем жады деректі мұралар тізіміне енгізуіміз керек. Басқосуда ел президенті елді дүрліктірген жайттардан да хабардар екенін білдірді. Жуырда ғана Шымкент қаласында орын алған 21 жастағы бойжеткеннің кісі қолынан қаза болғаны туралы Ішкі істер министрлігіне тиісті тапсырмаларын жүктеп, Шымкент қалалық департаментінің әрекетіне құқықтық баға беруді тапсырғанын жеткізді. Шымкентте Нұрай есімді бойжеткеннің кісі қолынан қаза болуы бүкіл елді дүрліктірді. Ұлттық құрылтайға осы оқиға бойынша 130-дан астам өтініш келіп түсті. Күдіктінің Нұрайды аңдып, маза бермей, қоқан-лоқы көрсеткені анықталып отыр. Осылайша мемлекет басшысы дәстүр ұғымының заң мен адам құқығынан жоғары тұра алмайтынын ашық аңғартты. Қоғамда қалыптасқан кейбір қасаң көзқарастарды ұлттық салт деп ақтауға болмайтынын атап өтті. Ал қыз алып қашу сынды әрекеттер өткеннің сарқыншағы емес, бүгінгі күннің де қауіпті дерт екенін еске салды. Енді қоғамның өзі бұл мәселеге қалай қарайды? Қызылордалықтардың пікірі қандай? Бірге білейік. Көзқарасым негізі екі жақтың ата-анасы келіссе дұрыс нәрсе ғой, бірақ жаңағыда аяқ қолын байлап әкету деген дұрыс емес. Мен дәстүрде болғанымен қыз алып қашуға қарсымын. Қазіргі таңда әрбір азаматтың, әрбір азаматшаның өзінің құқығы қорғалған, және де заңда да бар алып қашуға қазіргі таңда тыйым салынып жатқаны. Сондықтан барынша қыздың қалауымен екі жақтың келісімімен болғанын қалар едім. Негізі дұрыс емес қой, бірақ келісіммен болады екі жақтың да. Қыз көніп тұрса дегенде. Қоғам пікірі сан алуан. Бірі мұны өткеннің көлеңкесі десе, енді бірі әлі де дәстүрге телегісі келеді. Алайда мемлекет басшысы айтқандай, ешбір салт адам тағдырынан биік тұрмауы тиіс. Заң үстемдігі мен адам құқығы заман талабы. Ал қыз алып қашу секілді әрекеттерге көз жұму емес, нақты құқықтық баға беру ғана қоғамда алға жетелейді. Ержан Смағұл, Әлімжан Ақбаев, 7-7 News.